Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен шоколадты балды тортты бірге жасайтын боламыз. Және де осындай тортты тігінен жасауды бірге үйренетін боламыз. Торт өте жұмсақ, әрі дәмді және хош иісі аңқып тұратындай болып шығады. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер ол ұн, қант, жұмыртқа, ас содасы, бал және шым-шым тұз, сары май және какао. Біз ең алдымен корждарын жасайтын боламыз. Ол үшін осындай асты қалың ыдысқа, яғни асты қалың газға қоятын ыдысқа қантты саламыз. Оның үстіне сары майды саламыз. Сары майдың температурасы маңызды емес. Оның үстіне шым-шым тұзымызды салып аламыз. Және оның үстіне жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып салыңыздар. Егер де араластырмасаңыздар, қазір ыстыққа қойғанда пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін жақсылап тұрып араластырып массамызға қосамыз. Жұмыртқаны қосып болғаннан соң енді балымызды қосамыз. Бұл жерде табиғи балды қолдансаңыздар да болады, немесе магазиннен сатып алған балды қолдансаңыздар да болады. Бірақ та табиғи балды қолдансаңыздар, біздің корждарымыз хош иісті болып, әдемі болып шығады. Сол үшін табиғи балды қосуға кеңес беремін. Барлығын қосып алғаннан соң жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығы бірігуі керек. Енді бұл массамызды газдың асын жоғары отқа қойып, оған қоямыз. Яғни бұл жерде біздің массамыздың барлығы еріп бір-біріне бірігуі керек. Жақсылап тұрып ыстық күйге енгенше күтетін боламыз. Ыстық күйге ене бастағанда осындай ақ көпіршіктер бетіне шыға бастайды. Міне біздің массамыз толықтай қатты ысығанда үстіне соданы салып жібереміз де жақсылап тұрып тез-тез араластырамыз. Ыстық массамызға соданы қосқаннан кейін осындай реакция жүреді, яғни біздің массамыз ұлғайып, осындай аппақ күйге енеді. Жақсылап тұрып бір 3-4 минуттай араластырып тұрамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң осындай аппақ күйге енгенде оттың асын өшіріп, енді бұл массамызды бөлек басқа ыдысқа құятын боламыз. Құрғақ таза ыдысқа, яғни кең ыдысқа құямыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз, яғни какао ұнтағы мен ұнды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бұл құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде електің көмегімен өткізіп, жаңағы сұйық массамызға салатын боламыз. Негізінде ұн қосылатын заттардың барлығына ұнды міндетті түрде електен өткізіп салу керек. Сол кезде, мысалы, аштығымен дайындалатын қамырды жасаған кезде електен өткізіп жасасаңыздар, қамырымыз тез ашитын болады. Ал осындай пирог, кекс деген сияқты заттарға ұнды електен өткізіп салсаңыздар, әдемі болып, біркелкі болып, яғни биік болып көтерілетін болады. Енді осы құрғақ ингредиенттерімізді 2-3 бөлікке бөле отырып салып, жақсылап тұрып осындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде қатты қою немесе сұйық емес, орташа қамыр пайда болуы керек. Міне бізде осындай шоколадты әдемі біркелкі қамыр пайда болуы керек. Қарасаңыздар, қамырдың консистенциясы да өте әдемі болып шыққан. Пештің осындай 4 бұрышты табасына пергаментті төсейміз де, енді жаңа қамырымыздың жартысын мен бұл жерде көзбен өлшей салдым. Қамырдың жартысын құямыз да жақсылап тұрып 4 бұрышына жететіндей біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен бүгін тортты тігінен жасайтын боламын. Сол үшін маған осындай 4 бұрышты листке 2-ге бөліп жасаған ыңғайлы болады. Сіздер егер де тортты ондай етіп қаламасаңыздар, дөңгелек етіп қаласаңыздар, сол дөңгелек етіп бөлек-бөлек пісіріп алсаңыздар болады. Тортымызды 180 градуста қызып тұрған пеште бір 5 немесе 7 минуттай пісіріп аламыз. Қарасаңыздар, біздің коржымыз өте жұмсақ, осындай әдемі болып шығады. Енді коржымызды осындай матаның үстіне қоямыз да толықтай суытатын боламыз. Енді тортымыздың кремін дайындайық. Ол үшін бізге қаймақ және қант ұнтағы керек болады. Егер де крем одан әрі дәмді болғанын қаласаңыздар, ванильді қант немесе ванилин қосуға болады. Бірақ та қоспайық та қойсаңыздар, кремнің дәмі аса қатты өзгермейді. Қаймаққа қант ұнтағын салғаннан соң жақсылап тұрып осындай кәдімгі қасықтың көмегімен араластырып шығамыз.
Бұл тортқа негізінде қаймақты кремді ұнатпасаңыздар, кез келген осындай қою болып шығатын кремді қолдансаңыздар болады. Ең бастысы біздің креміміз қою болып шығу керек. Міне біздің креміміз осымен дайын, осылай оп-оңай болып дайындала салады. Енді екі коржымызды да толық суытып алғаннан соң бір-бірінің үстіне қойып, осындай шет-шетін төрт бұрышты етіп, бірдей тіп-тіке етіп кесіп аламыз. Біздің корждарымыз пештен шыққанда өте жұмсақ болады, ал шығарып толық суытқаннан соң осындай кішкене ғана қытырлақ болады. Өте мұқият жұмыс жасаңыздар, өйткені мынау біздің корждарымыз сынып кетпеуі керек. Шет-шетінің барлығын біркелкі етіп тегістеп кесіп алғаннан соң енді тік төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Менде бұл жерде ені шамамен бір 10 сантиметрдей болып шықты. Ал ұзындығы әркімнің протеиніне байланысты, менде шамамен бір 20 сантиметрдей бар. Осылай барлығын бірдей етіп кесіп алу үшін бір-бірінің үстіне қоя отырып, әдемілеп, тегіс етіп кесіп аламыз. Мына тік төрт бұрышты сияқты етіп кесіп алған корждарды міндетті түрде осылай өлшеп, бір тегіс етіп кесіңіздер. Егер де өлшемей әрқайсысы әртүрлі болса, біздің тортымыздың беті әртүрлі болып, бір жаман болып қалады. Тегіс болып шықпайды. Корждарымыздың барлығын осылай кесіп алғаннан соң бірдей етіп бір жерге жайып қоямыз. Менде жалпы 8 корж шықты осындай. Енді жаңағы дайындап алған креміміздің барлығын осы 8 коржымыздың бетіне бірдей етіп бөліп қойып шығамыз. Барлығына бірдей етіп бөліңіздер. Осылай енді корждарымыздың бетіне әдемілеп, барлық жеріне жететіндей етіп кремді жағып шығамыз. Егер де торттарыңызға қосымша дәм болғанын қаласаңыздар, осы кремді жағып жатқан кезде вареная сгущенка немесе әртүрлі жеміс-жидектерден, мысалы малина, құлпынай секілді жеміс-жидектерден дәм қаласаңыздар, осы ішіне кремнен кейін қосып жіберсеңіздер болады. Кремнің бәрін жағып алғаннан соң корждарымыз бен креміміз бір-біріне сіңіп, корждарымыз одан әрі жұмсақ болып тұру үшін міндетті түрде корждарымыз 25-30 минуттай кемінде тұруы керек. Сол кезде біз тортты жинағанда жақсы болып иіліп, сынбай, әдем болып жиналады. Менде корждар мен крем жарты сағаттай тұрды. Енді орап бастайтын боламыз, яғни тортымызды жинаймыз. Ол үшін осындай бір коржды аламыз да шетінен рулет секілді етіп орап аламыз. Осылай бір коржды орап алғаннан соң өздеріңізге ыңғайлы болу үшін тәрелкеге қойып орналастырып аламыз. Енді жаңағы кетік жеріне екінші коржды қойып ораймыз. Содан соң оның кетік жерінен бастап үшінші коржды қоямыз. Осылай тортымызды жинаймыз. Осылай жасап барлығын корждарымыз біткенше торттарымызды қойып аламыз. Менде шамамен торттың диаметрі 22 сантиметрдей болды. Егер де торттарыңыз формасын ұстап, әдем болып тұрған қаласаңыздар, осындай торт пісіретін осындай сақинаны қолдансаңыздар болады. Енді үстін пленкамен жауып, тоңазытқышқа бір түнге қалдырсаңыздар болады. Бірақ та мен бүгін 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламын. Менде 3-4 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Енді тортымызды әдемілеп әсемдейтін боламыз. Ол үшін жаңа қойған сақинамызды шешіп тастаймыз да. Менде осы тортқа арналғанда қалған кішкентай крем бар. Сол кремді барлық жеріне жағып аламын да, әдемілеп тортымды сәндеймін. Жаңа корждың шет-шетін аламын да, енді оны жақсылап үгітіп алдым осылай. Енді тортымның барлық жеріне әдемілеп сеуіп жағып шығатын боламын. Тортты өздеріңіз қалағанша етіп, әсемдеп, әрлей берсеңіздер болады. Мен бүгін осындай ең бюджетный вариантты таңдадым. Осылай торт әдемі әрі оңай дәмді көрінеді. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Шоколадты балды торт өте күшті болып шықты. Енді қазір сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Қараңыздар, турағанда да бір келкі мамықтай жұмсақ болып тұр. Міндетті түрде тура осы рецептпен дайындап көру керексіздер. Ішкі құрылысының өзі әдемі, басқаша, ерекше болып көрінеді.
торттың иісі деген енді әдемі болып, балды болып, әдемі болып шығып тұр. Дәмі енді өте күшті болып шыққан, әрі жұмсақ, әрі балды тортпен осы қаймақты кремнің бірге үйлесімі өте күшті болып шығады десем де болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын.